Қайырлы күн достар. Бүгінгі 11 сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін бізде С әрпін элементтерімен танысатын боламыз. Яғни мына жерде мен көрсетіп қойған, С әрпі біздерде екі элементтен тұрады. Бірінші элементі, екінші элементі. Бұл бізде Е әрпіне өте ұқсас, бірақ та біздер Е әрпі бізде былайынан жазылады, ал С әрпі керісінен жазылады екен. Яғни З әрпі бізде бұрыннан таныс, жазып жүргенде бастауыштан біз білеміз З әрпінің элементтерін. Бірақ та біз оны клеткаға жазған кезде соны әрдайым клеткаға толтырып, толыққанды элементтерін әдемі сызуға тырысуымыз керек екен. Олай болса сабағымызды бастайық. З әрпі. Сізге кіші З әрпінің элементтері үшеу, байқап қарасаңыздар. Мен мұнда экранға үлкен етіп көрсететін боламын, суреттеп түсіріп З әрпін. Соған да мән беріңіздер. Келесі біздерде З әрпі үлкен әріп, сөздің басында келсе, келесі әріппен қалай байланысып тұр, және де сөздің ортасында келген кезде өзінің алдындағы және өзінен кейінгі әріпке қалай жалғасып тұр. Мән беріңіздер. Жабыстырып қоймаймыз З әрпін. Көбіне бастауыш сынып оқушылары З әрпін жабыстырып, өзінен алдыңғы әріпке немесе өзінен кейінгі әріпке жабыстырып, жазып қояды. Бұл әрине әдемі көрінбейді. Сондықтан осындай байланыстырушы элементтеріне де мән беріңіздер. Құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар және де құрметті менің шәкірттерім. Біздерде көбінесе көркем жазу бойынша негізінен көп сабақтар өте аз. Мектеп бағдарламасында көркем жазу көп мән бере бермейді көркем жазуға. Мына жерде мен сөйлеп отырып сыймай қалды жолға. Мейлі қала берсін. Зеңбірек. Сондықтан менің сабақтарым тегін әрі сапалы болғандықтан мені қолдау мақсатында комментарияға пікір қалдырып арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де өздеріңіздің әдемі жазып үйренгісі келеді деген достарыңызға жіберіп қойды ұмытпаңыздар осы сабақтың ссылкасын. Бұл сабақ тек қана оқушыларға ғана емес, мұғалімдерге арналады. Мұғалімдерге де арналады, себебі кейбір мұғалімдер бар, мысалы әрине бастауыш мұғалімдер деп айтпаймын. Бастауыш мұғалімдердің көбісі жазулары өте әдемі болады, ал кейбір жоғарғы жаңағыдай пән мұғалімдерінің, жоғары сынып оқушыларын оқытатын пән мұғалімдерінің жазулары нашар болады. Математика, физика мұғалімдері мысалы, олар көбінесе есепке жүйрік болғандықтан өте тез, жылдам жазады, жылдам ойланатын болғандықтан жазулары нашар болады. Ол енді әркімнің қалауы жазуын түзеу, түземеу. Бірақ та мұғалім болғандықтан, тақтаға жазатын болғандықтан әдемі жаза алу, ол бізге былайша айтқанда ол да бір плюс деп айтады. Сіздің түсіндіріп жатқан тақырыбыңызды, жазып жатқан сөзіңізді оқушы түсінбей, мұғаліміңіз сұрақ қойса, әрине ыңғайсыз жағдай. Апа, мынаны түсінбей жатырмын, анда тақтаға не деп жаздыңыз деген секілді. Сондай сәттер болмас үшін жазуыңызды түзеуге кеңес берер едім. Менің көрсетіп жатқан үлгілерім көрініп тұр ма? Көрініп тұр, Енді біздерде мына жерде сөйлем жазамыз. Зымырандар ұшу алаңынан ұшырылады, әр зымыранның түріне сәйкес өз алаңы бар деген бізде сөйлем. Осы сөйлемді қазір жазып көрсететін боламын. Мұнда тек З әрпі ғана емес, өзге де әріптер жазылып көрсетіліп тұр. Бұл сіздер алдағы уақытта өтпеген әріптерді де былайша айтқанда танысып отырсыз осы сөйлем арқылы. Қандай элементтері, қалай жазылып жатыр. Сонысына мән беріңіздер.
осымен бүгінгі сабақ тамам. Сабақты соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар, келесі сабақта кездескенше.